Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода біз жұмыртқаның ішінде балапан бар ма жоқ па екен қарайтын боламыз. Ал енді біз бастайық. Бісміллә деп ашып бастайық. Мен фонарикпен ыңғайлы осылай фонариктер сатып алсаңыз да болады. Біреуінде бар, екіншісінде бар. Жоқтарын фломастерлермен белгілеп отыратын боламын. Түсініп тұрған шығарсыздар. Бірақ жұмыртқаны алмаймын, себебі ол жұмыртқада балапандар болып қалу әбден мүмкін. Сондықтан на всякий случай осылай алмай тек X деп жасап кетіп жатырмын. Мен айтқандай 32 тауығым, 7 әтешім бар. Аплот жақсы болуы қажет. 80%-дан 70%-дан аплот аз болса, значит, ол жаман көрсеткіш деген сөз. Ал 80, 85, 90, 95% аплот болатын болса, ол жақсы көрсеткіштердің бірі. Мына жұмыртқалар өзімнің тауықтарымның жұмыртқасы. Мен кешкі уақытты күтпей, осы кешкі 5-терде жасадым. Осы кезде тездетіп жұмыртқаларды қарап шығу керек болды, себебі жұмыртқалар тоңып қалуы әбден мүмкін. Мен бұл инкубаторды салғаннан бері ашқан жоқпын. Тек бір кішкене 10 секундқа ашқан болатын максимум. Ал бұлай вообще ашып қараған емес. Осылай қарайсыздар, соткамен ыңғайсыз болса. Негізі түнгі уақытта кешкі қап-қараңғы кезде қараған ыңғайлы, барлығы көрінетін еді. Ал мен осындай кешкі уақытта қатты қараңғы емес, жарық дала. Бірақ сонда да көрініп тұрды осындай фонарикпен. Соткамен де қарауға болады, бірақ ол жұмыртқаны ұстап алып қарау керек. Ал мына мен инкубаторында ыңғайсыз. Осыдан кейін мен жұмыртқаларды 18-ші күндері тағы да авоскопирование қарайтын боламын. Алып тастаймын. Уже 18-ші күндері қайсында жұмыртқаларда балапан болмайды, уже оларды алып тастаймын. Себебі уже 18-ші күннен бастап балапандар шыға бастайды. Мен бұларға әлі су шашқан жоқпын. 18-ші күндері шашатын боламын. Достар, міне инкубацияның несін қарадық жұмыртқаларын. 93 жұмыртқада 13 жұмыртқа аплоты жоқ. Сонда 93-тің 80 жұмыртқасында аплот бар. Тақшыдай сіздерге 400 подписчикке үлкен рахмет. Осылай қолдап, лайк басып тіркеліп жатқандарыңызға. Сіздерге енді жақсы контенттер ұсынатын боламын. Қош сау болыңыздар.